Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының мақсаты диверсификацияны ынталандыру және өңдеуші кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Сонымен қатар бағдарламаның негізгі мәселелерінің бірі индустрияның әлеуетті салаларындағы білікті кадрлардың тапшылығы болып табылады. Біліктілігі жоқ кадрларсыз жаңа технологияларды енгізу, меңгеру, қолдану және өндірістің тиімділігін арттыру мүмкін емес. Екінші индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы бойынша кадрларды дайындау бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін университетке 5 міндетті шешу қажет. Бірінші міндеті модульді білім беру бағдарламаларын жасау. Мұндай бағдарламалар инновациялық өнім, олар нақты кәсіпорынның құзыреттілігі бойынша мамандарды дайындауға мүмкіндік береді. Модульдер комбинацияға байланысты маманның кез келген моделін құрастыра алатын әмбебап блоктары. Білім беру бағдарламалары экономика, машина жасау және тағам өнімдерін өндірудің екі әлеуетті салалары мен 3 мамандығының әрқайсында жасалады. Білім беру бағдарламалары шетел жоғары оқу орындары және компаниялары мен республиканың инновациялық кәсіпорындары және университет профессорларымен бірлесе отырып жасалады. Бағдарламаларды жасау алгоритмі инновациялық сипатқа ие болғандықтан, еңбектің динамикалық нарығына бірден ықпал етуге мүмкіндігі бар. Модульдер өнімге сәйкес нарығында үздік еуропалық университеттерінде және көшбасшы компанияларда біліктіліктері арттырудан өткен шетел профессорлары мен университет оқытушылары жүргізеді. Екінші міндеті зертхана базасын жаңарту. Заманауи көпсалалы зертханалық базасы шетел серіктестерімен бірлесіп қалыптасады және оқытуды зерттеу арқылы жүргізу, кәсіпорындардың тәжірибелік тапсырыстарын келісімшарт негізінде орындау, грантты қаржыландыру арқылы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Үшінші міндеті оқу процесін инновациялық ұйымдастыру. Түлек магистратураны бітіргеннен кейін өндірісте білімін жетілдіреді. Біздің моделімізде білім жетілдіру оқыту процесінде жүзеге асады. Дайын маманды қалыптастыру үшін оқыту процесінде сабақтардың 30% өндірісте жүргізіледі. Үздік өндірістік тәжірибемен қамтамасыз етіледі. Диссертациялық нақты кәсіпорын материалдары негізінде қорғалады. Мұндай мамандарды даярлауда алдын ала жалдау бағдарламасы бойынша қатысушыларды іріктеудің тиімді түрі қажет. Бірінші кезең осы салада жұмыс істеуге тілек білдірушілер, қызығушылық танытатын, уәждікке шақырылған талапкерлерді тарту үшін кең ауқымдағы кәсіптік бағдарлау іріктеуі. Екінші кезең түсу емтихандарын ұйымдастыру шынайылық пен әділдік негізінде өткізіледі. Үшінші кезең бос қызмет орындар жәрмеңкесі шеңберінде гранттарды бөлу. Талапкер кәсіпорынды таңдайды. Осы кәсіпорынның келісімен жұмысқа орналастыру үшін 3 жақты келісімшарт жасалады. Төртінші міндеті жоғары оқу орнының корпоративті басқару жүйесін жетілдіру. Облыс әкімдігі қолдауымен құрылған жоғары оқу корпоративтік басқару құрылымына университет қамқоршылары, факультеттердің қамқоршылық кеңестері, түлектер қауымдастығы кеңесі кіреді. Бұл форматта бір қатар міндеттер шешіледі. Білім беру бағдарламаларын, құзыреттіліктерді, модульдерін құрастыру, тәжірибелік бағдарлау оқыту процесін ұйымдастыру, кафедра филиалдарының жұмысы, тәжірибелерді, өндіріске барып сабақ беруді, кәсіпорындарда диссертациялық жұмыстарды орындау және қорғау, кәсіпорындар үшін мамандарды мақсатты дайындау, түлектерді жұмысқа орналастыру. Бұл кадрларды дайындауда ұжымдық жауапкершілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бесінші міндеті білім беру сапасы жүйесін үнемі қолдап отыру. Бұл жүйе білім беру деңгейін үнемі арттыруға мүмкіндік береді. Жүйе шетел үздік жоғары оқу орындары, профессорлық оқытушылар біліктілігін арттырады. Сапа бағасында өкілетті органдар, жұмыс берушілердің, жұртшылық өкілдері қатысады. Бұл мақсаттарды шешу нәтижелері экономиканың жоғары технологиялық секторлары үшін жаңа инновациялық кадрларды даярлау, кәсіпорындардың басқару қызметкерлерін қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру. Білім мен технологияларды трансферт арқылы қызметкерлердің білімдері мен біліктілігін арттыруға бағытталған. Білімдердің тарату жүйесін құру, қолданбалы зерттеулерді өткізу және оларды тәжірибеде қолдану. Заманауи мамандар жаңа Қазақстанның инновациялық кәсіпорындарына.